Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Умида. Бүгін біз сіздермен бауыр салатын жасайтын боламыз. Ең хит салат десе де болады. Рецебін көшіріп алып, өздеріңіз жасасаңыздар да болады. Сіздерден әлі көп адам рецебін сұрайтын болады. Өте жұмсақ, өте керемет. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер дайындап аламыз. Бауыр, жұмыртқа, сүт, ұн, көк пияз, тұз, қара бұрыш, майонез және бауырдың өзі. Бауырдың таза өзі болу керек. Май, қасындағы пленка бетіндегі соның артық заттарын алып тастаймыз. Осылай таза болу керек бауыр деген. Мясорубкадан өткізіп аламыз. Осылай оның үстіне бір дана чесногымызды езіп аламыз. Негізі мясорубкадан шығарған кезде чеснокты бірге қосып шығарып жесеңіздер өте күшті болады. Оның үстіне видеода көріп тұрғандарыңыздай бүкіл ингредиенттерді қосып, соңында миксермен араластырып дайындап аламыз. Менде сәл қою болып қалды, сол үшін кішкене сүт қосып жібердім. Керекті ингредиенттердің бәрін граммдарын описанияға жазып қалдыратын боламын. Қызып тұрған майға дайын болған мысамызды бір темппен ақырын саламыз. Мен оны сөзбен айтып жеткізу қиын, енді сол себепті видеоға мұқият қараңыздар. Әрі кетсе 1-2 минут кетеді. Құйғаннан кейін сразу асты қызарып шығады. Сосын екінші бетіне аударып, 1 минуттан кейін уже асты піскен соң сразу ала берсеңіздер болады. Бізде бауыр өте үлкен болып шықты, сол себепті оны тураймыз қазір. Қараңыздаршы, өте нәзік, жұмсақ, сіздер де жасап көріңіздер. Өте үлкен, өте кішкентай қылмай көк пиязымызды тураймыз. Негізі бұл салатқа черри помидорын қоссаңыз өте әдемі көрінеді. Бірақ мен қолымда осындай кішкентай помидорлар бар, сол себепті оны турап салып жатырмын. Черри помидор болса, оны турамай салсаңыздар да болады. Соңында осындай майонез салып, кішкене тұз салып, бәрін араластырамыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.